Жай бөлшектерді аралас сандарды ортақ бөлімге келтіру. 458 есеп. Ауызша есепте амалдар тізбегін кері есептеу тәсілімен қалпына келтір. Бірінші, кері есептеу, яғни соңғы саннан бастайық. Яғни кері амалдармен есептейік. 40-тан 24-ті азайтайық, себебі қосу амалына кері амал азайту. 40-тан 24-ті азайтсақ 16. Келесі, бөлу берілген, 16-ны 5-ке көбейтейік. 80. Келесі, қосу берілген, 80-ден 32-ні азайтайық. 48. Және көбейту берілген, демек 48-ді 3-ке бөлсек 16. Демек асаны 16-ға тең. Келесі, көбейту берілген бізде, демек 60-ты 4-ке бөлейік, 15. Азайту амалы берілген, демек 15-ке 25-ті қосайық, 40. Келесі, бөлу амалы берілген, біз көбейтейік, 40-ты 5-ке көбейтсек 200. Және қосу амалы берілген, 200-ден 180-ді азайтсақ 20. Демек біз саны 20-ға тең. Келесі, бізде бөлу амалы берілген, 80-ді 4-ке бөлейік, 20-ға тең. Яғни бізде бөлу берілсе, демек кері амал көбейту, 80-ді 4-ке көбейтсек 320. Келесі, қосу амалы берілген, демек 320-дан 160-ты азайтамыз. Сонда 160-ға тең. Көбейту амалы берілген, демек кері амал 160-ты 10-ға бөлсек 16. Және бізде азайту амалы берілген, қосайық, 16-ға 66-ны қоссақ 82. Демек С саны 82. Келесі 459 есеп. Бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер. Бірінші, 5-тен 3 және 6-дан 5. 5 пен 6-ның ең кіші ортақ бөлімі 30. Ол үшін 5-ке 6-дан, ал 6-ны 5-ке көбейтеміз. 5 көбейту 6, 3 көбейту 6. 6 көбейту 5, 5 көбейту 5. Сонда 3-ті 6-ға көбейтсек 18, 5-ті 6-ға көбейтсек 30. Және 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 6 мен 5-ті көбейтсек 30. Келесі, 11-ден 6, 9-дан 4. 11 мен 9-дың ең кіші ортақ бөлімі 99. Демек 11-ді 9-ға көбейтеміз, 9-ды 11-ге көбейтеміз. Көбейтінді түрінде жазып шығайық. Сонда 6-ны 9-ға көбейтсек 54. Ал 4-ді 11-ге көбейтсек 44. Келесі, 6-дан 5, 11-ден 4. 6 мен 11-дің ең кіші ортақ бөлімі 66. 6-ны 11-ге көбейтеміз, ал 11-ді 6-ға көбейтеміз. Сонда 6 көбейту 11, 5 көбейту 11. Және 11 көбейту 6, 4 көбейту 6. 5-ті 11-ге көбейтсек 55, 6-ны 11-ге көбейтсек 66. 4-ті 6-ға көбейтсек 24, 11-ді 6-ға көбейтсек 66. Келесі 18 бен 6-ның ең кіші ортақ бөлімі 18. 18-ді 1-ге көбейтеміз, 6-ны 3-ке көбейтуіміз қажет. 18-дің 7-ның өзі 1 көбейту 3, 6 көбейту 3. Сонда 18-ден 7, және 1-ді 3-ке көбейтсек 3, 6-ны 3-ке көбейтсек 18. Келесі 460 есеп. 2, 6, 3 сандарының ең кіші ортақ бөлімі 6. Демек 2-ні 3-ке көбейтуіміз керек. 6-ны 1-ге көбейтеміз, 3-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 6, 1-ді 3-ке көбейтсек 3, 6-дан 1, және 6-дан 2-ні 2-ге көбейтсек 4. 4, 7, 28-дің ең кіші ортақ бөлімі 28. Демек 4-ті 7-ге көбейтеміз, 7-ні 4-ке көбейтеміз, 28-ді 1-ге. Сонда 1-ді 7-ге көбейтсек 7, 5-ті 4-ке көбейтсек 20, және 28-ден 9. Келесі 5, 20, 10 сандарының ең кіші ортақ бөлімі 20. 5-ті 4-ке көбейтеміз, 20-ны 1-ге көбейтеміз, 10-ды 2-ге көбейтеміз. Сонда 1-ді 4-ке көбейтсек 4, 20-дан 50, және 3-ті 2-ге көбейтсек 6. 20-дан 6.
Қалған бөлшектерді де дәл осылай ортақ бөлімге келтіреміз. 461 есеп 20 мен 12-нің ең кіші ортақ бөлімі 60. Яғни 20-ны 3-ке көбейтуіміз керек, 12-ні 5-ке көбейтуіміз керек. Көбейтінді түрінде жазамыз. 7-ні 3-ке көбейтсек 21, 5-ті 5-ке көбейтсек 25. Және 12-ні 5-ке көбейтсек 60. Келесі 24 пен 30-дың ең кіші ортақ бөлімі 120. Демек 24-ті 5-ке, 30-ды 4-ке көбейтуіміз керек. Сонда 24 көбейту 5, 11 көбейту 5. Және 1 көбейту 4, 30 көбейту 4. 11-ді 5-ке көбейтсек 55. 1-ді 4-ке көбейтсек. Келесі 16 мен 12-нің ең кіші ортақ бөлімі 48. 16-ға 3-тен, 12-ге 4-тен. Сонда 16 көбейту 3, 3 көбейту 3, 12 көбейту 4, 1 көбейту 4. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 16-ны 3-ке көбейтсек 48. Және 1-ді 4-ке көбейтсек 4, 12-ні 4-ке көбейтсек 48. Келесі 18-ден 11, 12-ден 7, 18 мен 12-нің ең кіші ортақ бөлімі 36. Демек 18-ге 2-ден, 12-ге 3-тен. Сонда 11 көбейту 2, 18 көбейту 2. Және 13 көбейту 3, 7 көбейту 3. 11-ді 2-ке көбейтсек 27, 18-ді 2-ке көбейтсек 36. 7-ні 3-ке көбейтсек 21, 12-ні 3-ке көбейтсек 36. 462 есеп жұлдызшаның орнына тиісті санды тауып қойыңдар. Яғни ол үшін алдымен екінші тұрған жай бөлшекті қысқартайық. 51-ден 34. 34 дегеніміз 2 мен 17-нің көбейтіндісі, 51 дегеніміз 3 пен 17-нің көбейтіндісі. Сонда 17 мен 17-ні қысқартсақ, бізде 3-тен 2 қалады. Демек, жұлдызшамыз 3. Келесі 51-ден 24-ті дәл осылай жіктейік. 24 дегеніміз 3 пен 8-дің көбейтіндісі, ал 51 дегеніміз 3 пен 17-дің көбейтіндісі. Сонда 3 пен 3-ті қысқартсақ 17-тен 8 қалады. Демек, бірінші жұлдызшамыз 3-ке тең, екінші жұлдызшамыз 17-ге тең. Келесі төртінші 133-тен 70. Яғни 70 дегеніміз 7 мен 10-ның көбейтіндісі, 133 дегеніміз 7 мен 19-ның көбейтіндісі. Сонда 7 мен 7-ні қысқартсақ 19-дан 10 қалады. Келесі 133-тен 57. 57 дегеніміз 3 пен 19-ның көбейтіндісі, 133 7 мен 19-ның көбейтіндісі. 19 мен 19-ды қысқартсақ 7-ден 3-ке тең. Демек, бірінші жұлдызшамыз 19-ға тең, екінші жұлдызшамыз 7-ге тең. 463 есеп. Аралас сандарды ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер. Бірінші 2,6-дан 1, 3,9-дан 1. 6 мен 9-дың ең кіші ортақ бөлімі 18, яғни 6-ға 3-тен 9-ға 2-ден бөлеміз. Демек, 2,2 түрінде жазайық. Сонда 2,18-ден 3, 3,18-ден 2. Екінші 1,4-ден 3, 3,12-ден 5. 4 пен 12-нің ең кіші ортақ бөлімі 12, яғни 4-ке 3-тен, 12-ке 1-тен. Көбейтінді түрінде жазып шығайық. Және 3,12-ден 5-тің өзі. Сонда
1,12'den 9 және 3,12 5. Келесі үшінші 4,7'ден 2, 5,21'ден 4. 7 мен 21'дің ең кіші ортақ бөлімі 21. Демек 7-ге 3'тен, 21-ге 1'ден көбейтеміз. Көбейтіндісін жазып шығамыз. Сонда 2-ге 3'ті көбейтсек 6, 7-ге 3'ті көбейтсек 21. Және 5,21'ден 4. Қалған аралас стандартты дәл осылай ортақ бөлімге келтіреміз. 464-ші есеп натурал санды берілген жай бөлшекпен бөлімі бірдей жай бөлшек түрінде жазылды. Бізге үлгі берілген бірінші 7 және 8-ден 5. 7-ні 7, яғни бөлімі 8 болу керек. Себебі екінші санның бөлімі 8. Ол үшін 7 мен 8-ді көбейтеміз, сонда 56. 56-ны 8-ге бөлсек 7-нің өзі шығады. Келесі 9 және 4-тен 1, демек бөлшектің бөлімі 4 болу керек. Яғни 9-ды 4-ке көбейтеміз, 36. Қалған натурал сандарды дәл солай табатын боламыз. 465-ші есеп теплоходтың ағыспен жүзгендегі жылдамдығы 35 км/сағат, ал ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдығы 29 км/сағат. Ағыс жылдамдығын табыңдар, теплоходтың меншікті жылдамдығын табыңдар. Бірінші ағыстың жылдамдығын табыңдар. Ағыстың жылдамдығын табу үшін екі жылдамдықты бір-бірінен азайтып, 2-ге бөлеміз. Сонда 35-тен 29-ға азайтсақ 6, 6-ны 2-ге бөлсек 3 км/сағат. Енді меншікті жылдамдықты табайық. Меншікті жылдамдықты табу үшін 35-ке 29-ды қосып 2-ге бөлеміз. 35-ке 29-ды қоссақ 64, 64-ке 2-ге бөлсек 32 км/сағат. 466-ші есеп. Бөлшектерді қысқартып, оларды ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер. 30-дан 18 және 18-ден 15. Бірінші 18 дегеніміз 6 мен 3-тің көбейтіндісі, 30 дегеніміз 6 мен 5-тің көбейтіндісі. 18-ден 15, 15-іміз 5 мен 3-тің, 18-іміз 6 мен 3-тің көбейтіндісі. Қысқартсақ 5-тен 3 және 6-дан 5. 6 мен 5-тің ең кіші ортақ бөлімі 30, демек 5-ке 6-дан, 6-ға 5-тен береміз. Көбейтсек 3-ті 6-ға көбейтсек 18, 5-ті 5-ке көбейтсек 25. Келесі екінші 40-тан 28 және 45-тен 10. 28 дегеніміз 4 пен 7-ның көбейтіндісі, 40 4 пен 10-ның көбейтіндісі. Және 10 дегеніміз 5 пен 2-ның, 45 дегеніміз 5 пен 9-ның көбейтіндісі. Қысқартайық. Сонда 10-дан 7, 9-дан 2. 10 мен 9-ның ең кіші ортақ бөлімі 90, 10-ға 9-дан, 9-ға 10-нан береміз. Сонда 90-нан 7 мен 9-ды көбейтсек 63, және 2 мен 10-ды көбейтсек 20. Қалған бөлшектерді де дәл осылай қысқартуларды жасаймыз. Және ең кіші ортақ бөлімге келтіреміз. жетінші есеп натурал санды берілген аралас санмен бөлімдері бірдей болатын аралас санға айналдырып жазыңдар. Бірінші 7 және 2,3-тен 1. Яғни бізде бөлім 3, демек 6,3-тен 3. Келесі 4 және 5,8-тен 3. Яғни бөлім 8 болу керек, демек 3,8-тен 8, 5,8-тен 3. Қалған натурал сандарды дәл осылай аралас сандарға айналдырып жазамыз.
Келесі 468-ші есеп. Бірінші 3,7-2 аралас санын оған тең бөлімі берілген сандар болатын аралас сан түрінде жазыңдар. Яғни А есебінде бөлімі 21 болу керек екен. Демек 7-ні 3-ке көбейтсек 21. Демек алымы мен бөлімін 3-ке көбейтеміз. 3,21. Келесі 4,9-5 аралас санын бөлімі 18 болатын түрінде жазайық. Яғни бізде берілген бөлшек 9, ол 18 болу үшін алымы мен бөлімін 2-ке көбейтеміз. 4,18-ден 10. Келесі 469-ші есеп. Берілген аралас сандардың бөлімін 18-ге, 12-ге, 45-ге тең болатын аралас сан түрінде жазыңдар. Бірінші 7,2-ден 1. Бөлімі 18-ге тең болу үшін алымы мен бөлімін 9-ға көбейтуіміз керек. Сонда 7,18-ден 9. Келесі 9,2-ден 1 санын бөлімі 12-ге тең түрінде келтірсек, яғни алымы мен бөлімін 6-ға көбейтуіміз керек. Сонда 9,12-ден 6. Келесі 45-ге тең болу үшін 12,3-ден 2-ні, яғни алымы мен бөлімін 15-ге көбейтеміз. Сонда 12,45-ден 30. Келесі 470-ші есеп. Мәдина гүлдер салынған 8 гүл салғышты квадрат пішінді демалыс бөлмесінің әрбір қабырғасының тұсына 3 гүл салғыштан қойды. Мәдина гүл салғыштарды қалай орналастырды? Алдымен квадратты сызайық. Және әр қабырғаға 3-тен орналастырса, демек әрбір қабырғада 3-еуден және барлығы 8 гүл салғыш, яғни Мәдина гүл салғыштарды осылай орналастырды. 471-ші есеп. Ертедегі есеп. Әкесі 3 ұлына мұраға 2 үйді қалдырып, оны тең бөліп алуды тапсырды. 2 үйді үлкен ұлы мен ортаншы ұлы бөліп алып, олар ең кіші ұлына олардың әрқайсысы 500 динардан ақша берді. Бір үйдің бағасы қанша динар болған? Яғни алдымен 3 ұлының алғашқы 2 үлкен ұлы мен ортаншы ұлына үйді қалдырса, демек кіші ұлға олардың әрқайсысы дегеніміз үлкен ұл мен ортаншы ұл 500 динардан ақша берсе, демек бұл үлкен ұлдың берген ақшасы болсын, және тағы да кіші ұлдың, ортаншы ұлдың берген 100 динары бар, яғни 2 ағасы 500 динардан 1000 динарды берген. Яғни әрбір ұлға 1000 динарлық мұрагерлік қалатын болса, демек 1000 динарымыз бұл барлық мүліктің, яғни мұраның 3-тен 1 бөлігі. Сонда барлық мұраны табу үшін осы 1000 динарды 3-ке көбейтеміз, себебі 3 ұлы бар. Яғни оның 1 бөлігі 1000 динар болса, 3 бөлігі 3000 динарға тең. Демек, әкесінің жалпы мұрасы, барлық мұрасы 2 үй, және ол 2 үйдің құны 3000 динар болса, демек бір үйдің құны 3000-ді 2-ге бөлеміз, сонда 1500 динар. Жауап дұрыс. 472-ші есеп жай бөлшекпен жазылды. Бірінші. Берілген бөлікте неше үлес бар? Яғни ол үшін берілген бөліктерді алдымен
8-ден 1 бөлігін тауып алу үшін бөлімін 8-ге келтіруіміз керек. Яғни алымы мен бөлімін 2-ге көбейтейік. Сонда 8-ден 6. Енді осы 8-ден 6-ны 8-ден 1-ге бөлсек, 6-ға тең, яғни 6 үлес бар. Келесі 4-тен 3, ә есебінде 12-ден 1 болса, демек бөлімін 12-ге келтіруіміз керек. Ол үшін алымы мен бөлімін 3-ге көбейтеміз. Яғни 12-ден 9. Енді осы 12-ден 9-ды 12-ден 1-ге бөлсек, 9 үлес. Келесі Б есебінде 16-дан 1, яғни бөлімін 16-ға келтіруіміз керек. Ол үшін алымы мен бөлімін 4-ге көбейтеміз. Сонда 16-дан 12. Енді осы 16-дан 12-ні 16-дан 1-ге бөлсек, 12. Және В есебінде 20-дан 1, демек бөлімін 20-ға келтіруіміз керек. Ол үшін алымы мен бөлімін 5-ге көбейтеміз. 20-дан 15. Енді 20-дан 15-ті бөлеміз 20-дан 1-ге. Сонда 15 үлес бар. 473-ші есеп. Аралас сандарды ең кіші ортақ бөлімге келтіріп жазыңдар. Бірінші. 2,9-дан 5, 3,12-ден 1. 9 бен 12-нің ең кіші ортақ бөлімі 36-ға тең. Демек 9-ға 4-тен, 12-ге 3-тен бөлеміз. Көбейтінді түрінде жазып қойайық. Сонда 2,36-дан 5-ті 4-ге көбейтсек 20. Және 3,36-дан 3. Келесі 3 санның, яғни 3 аралас санды ең кіші ортақ бөлімге келтірейік. 1,15-тен 1, 3,24-тен 5, 2,40-тан 3. 15, 24, 40 сандары ең кіші ортақ бөлімі 120 саны, яғни 15-ке 8-ден береміз, 24-ке 5-тен, 40-қа 3-тен береміз. Сонда 1,15-ті 8-ге көбейтейік, 1-ді 8-ге көбейтеміз. 24-ті 5-ге, 5-ті 5-ге көбейтеміз, 40-ті 3-ге, 3-ті 3-ге көбейтеміз. Сонда 1,120-дан 8, 3,120-дан 25, 2,120-дан 9. 474-ші есеп. Бөлшектерді жаңа бөлімге келтіріп жазыңдар. Бірінші. Берілген сандардың бөлімдерін 10-ға келтіріп жазайық. Яғни 7,2-ден 1-ді 10-ға келтіру үшін алымы мен бөлімін 5-ге көбейтеміз. Сонда 7,10-дан 5. Келесі екінші есепте бөлімін 100-ге келтіруіміз керек. Ол үшін алымы мен бөлімін 25-ге көбейтеміз. Сонда 6,175. Келесі үшінші есепте бөлімді 1000-ға келтіруіміз керек. Сонда 2,8-ден 5-те алымы мен бөлімін 125-ге көбейтеміз. 2,1000-дан 625. 475-ші есеп. Бөлшектерді ең кіші ортақ бөлімге келтіріңдер. А квадрат және А. 3 азайту Б. А квадрат дегеніміз А мен А-ның көбейтіндісі. Және А-дан 1. Демек, екінші бөлшекке тағы бір А-ны көбейтуіміз керек. Сонда 3 азайту Б. Бөлімінде А көбейту А. Және В көбейту А. А көбейту А. Қалған бөлшектерді де дәл осылай солай ортақ бөлімге келтіреміз. 476-ші есеп. Ертегілер жинағының бірінші беті 3 цифрынан бастап нөмірленген. Оның барлық беттері 349 цифрмен нөмірленген. Ертегілер жинағында неше бет бар? Бірінші, бір таңбалы цифрлар бізде 9 саны. Бірақ
Бізде бірінші беті 3 цифрынан басталғандықтан 1 мен 2-ні есептемейміз. Яғни 1 мен 2 цифры жоқ. Демек, 9-дан 2 азайтып тастаймыз, яғни 7 сан, 1 таңбалы. Енді 2 таңбалы бізде 10-нан 99-ға дейін 90 цифр болса, және оның әрқайсысы 2 таңбадан болса, демек 180 сан бар. Ал енді 3 таңбалы. 3 таңбалы қанша цифр барын табу үшін 349-дан азайтамыз. 2 және 1 таңбалы сандардан қосамыз. Сонда 349-дан 187-ні азайтсақ, 167. Енді бұл 3 таңбалы сандардың цифры болғандықтан алдымен 3-ке бөліп аламыз. Сонда 50. Демек, 3 цифрлы, яғни 3 таңбалы беттердің саны 54 бет болса, 1 таңбалы цифрлардың саны бізде 9, 2 таңбалы цифрлар 90 болса, 3 таңбалы 54, бұлардың қосындысы 153. Демек, бізде барлығы 153 сөз бар. Дұрыс жауап Б. 477-ші есеп теңдеуді шешіңіз. Берілген бөлшекке назар аударсақ, 10.005-ті 10.005-ге бөлсек, 1-ге тең. Яғни, теңдіктің мен теңдеудің алдымен оң жағын көшіріп жазамыз. Тең 1-ге. Енді бөлшектің алымын көшіріп жазайық. Және 9-ды 1-ге көбейтеміз. 192 бөлінген 8 азайту 3 тең 9-ды 1-ге көбейтсек 9, және оған 7 қосамыз. 192 бөлінген 8 азайту 3 тең 9-ға 7-ні қоссақ 16. Жақшаның ішін жазайық. 192-ні 16-ға бөлеміз. Сонда 8 азайту 3 тең 192-ні 16-ға бөлсек 12 тең. 10 тең 12-ге 3-ті қосайық. Сонда 15-ге тең. Енді x-ті табу үшін 15-ті 5-ге бөлеміз. Сонда x-тің мәні 3-ге тең. Бұл бірінші теңдеудің жауабы, бұл екінші теңдеудің жауабы 4-ге тең. Осымен есептеулер аяқталды. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.